Салтанат Талғатбек болған оқиғалар желісімен жазылған әңгіме. Гүлжан тағдырдың талай сынын көрген, жүрегі берік, қайраты мықты әйел еді. Жастайынан сүйген жарына қосылып, көп арман құшқан. Бірақ бақыттың ғұмыры қысқа болды. Құрсағындағы сәбиі 3 айлық болғанда күйеуі аяқ астынан сырқаттанып, о дүниелік болды. Қара жамылып қалған жас келіншек үшін өмір сол сәтте тоқтап қалғандай еді. Жалғыздық, жетімдік, жоқшылық бәрін көрді. Бірақ Гүлжан ешқашан еңсесін түсірмеді. Қызымды аман есен өсірсем, оның маңдайынан нұр көрсем, менің өмірімнің ең үлкен қуанышы сол деп жүрді. Жылдар жылжып, қызы Ажар бой жетіп қалды. Ажар ақжарқын, алғыр, мектепті үздік бітірген қыз. Ол қаладағы беделді университетке оқуға түсті. Қызым жалғыз ғой, қасында болайын деп, Гүлжан да ауылын тастап, қаладан шағын пәтер жалдап көшіп келді. Қала өмірі ауылдан мүлде бөлек еді. Көшелері жарық, шамдары жымыңдап, дүкендері толып тұрған, адамдардың бәрі асығыс. Гүлжанға бұл өмір бейтаныс болғанымен, ол бәріне шыдады. Тек қыз аман болса, соның бақытын көрсем болды деп жүрді. Ал Ажар үшін қала жаңа әлем еді. Жаңа достар, жаңа орта, еркіндік сезімі оны арбады. Бірінші жылы бәрі жақсы жүрді. Ажар сабақтан қол үзбеді, анасы да көмектесіп тұрды. Бірақ уақыт өте өзгерістер басталды. Қызы жиі сұранып жүрді. Анашым, құрбыларыммен дайындық бар еді, деді бірде. Университетте кешкі жиналыс болады, деді екінші жолы. Подругаларымен қыдырып келем, деді тағы бірде. Сондай сылтаулары таусылмады. Әуелде Гүлжан сенді, бірақ ана жүрегі ешқашан алдамайды. Қызының көзінен әлде бір сыр, көңілінен құпияны сезді. Күндер өтті. Қызы кейде үйге түн ортасында келетінді шығарды, ал кейде мүлдем хабарсыз кетіп қалатын. Ана жүрегі тыныштық таппады. Бір күні Гүлжан ұйықтай алмай, төсегінде дөңбекшіп жатқан. Кенет сыртқы есік ақырын ашылып жабылғанын сезді. Жүрегі шым ете қалды. Тез киініп сыртқа шықса, қызы асығыс кетіп бара жатыр екен. Анасы алыстан ілесті. Қара көше бойымен жылдам жүріп бара жатқан қызы бір жігітке барып қосылды. Екеуі құшақтасып, ұзақ сөйлесті. Гүлжанның жүрегін мұз қарып өткендей болды. Қайтып оралғанда ол ештеңе демеді. Ертеңінде ғана қызына ақылын айтты. Ажарым, сен маған аманатсың. Мен саған анамын. Сенің жүрегіңдегі құпияны да, қадамыңды да сезіп қоямын. Кеше бәрін көрдім. Ана жүрегім айтады. Ол жігіт саған жақсылық алып келмейді. Жолама оған, құлыным. Ертең өкінесің. Ажар қырсығып қарсы шықты. Сіз түсінбейсіз, мама. Ол мені шын сүйеді. Мен де оны сүйем. Егер қарсы болсаңыз, мен бұл үйден кетемін деп, ашуға булығып, бөлмесіне кіріп кетті. Гүлжан үнсіз қалды. Ана жүрегі қан жыласа да қызын қинап ұстай алмады. Бәрін уақыт көрсетеді деп іштен тынды. Айлар өтті. Бұрын түн ортасына дейін қыдырып жүретін қызы енді ешқайда шықпайтын болды. Көзі солғын, жүзі мұңды, ештеңеге жауқы жоқ. Қызым, не болды? Деп талай рет сұрады анасы. Бірақ Ажар үндемеді. Ақыры бір күні Гүлжан қасына отырып, айт құлыным, ішіңдегі сырыңды жасырсаң жаның жеп бітіреді. Мен сенің анаңмын. Менен қамқор кім бар? Қорықпай айт, деді мейіріммен. Сол сәтте Ажар шыдамай еңіреп жылады. Мама, менің аяғым ауыр. Олжас үйленген екен. Ал Олжас болса, ол үйленген екен. Үйленген, деп бір мәрте қайталады. Әйелі бар екен, бір баласы бар. Енді қайтем? Мама, кешірші. Мама, кешір. Сені тыңдамадым, деп бетін жас жуып. Гүлжанның жүрегі қан жылады. Бірақ ол қызын ауыр сөз айтпады. Құшағына қысып, құлыным, жылама. Сен қателестің, бірақ өмір тоқтап қалмады. Бұл баланың еш кінәсі жоқ. Ол Алланың берген аманаты. Сен де менің аманатымсың. Мен сен үшін күйеусіз қалдым. Енді сен үшін де, немерем үшін де өмір сүремін. Ана жүрегі бәріне жетеді, бәріне төзеді, деді көзінен аққан жасын сүрте. Ажар анасының құшағында отырып шындықты түсінді. Дүниедегі ең адал, ең шынайы сүйіспеншілік
ананың жүрегі ғана екен. Уақыт өтті. Ажар баласын өмірге әкелді. Қиындық көп болды. Бірақ Гүлжан немересін бауырына басып, қызына тірек болды. Таңертең базарға шығып, кешке шаршап келсе де немересін қолынан тастамай тербейтін. Бұл менің тағдырымның сыйы деп қабылдады. Ажар болса, өмірден сабақ алды. Анасының әр сөзіне, әр ақылына құрақ тұрып, қайтадан еңсесін тіктеді. Көршілер кейде Гүлжанға «Қиналып жүрген жоқсың ба?» деп сұрайтын. Ол болса күлімсіреп, ана жүрегі қиналмайды, ол тек сүйеді, тек төзеді дейтін. Әңгіме ұнаса, арнама тіркеліп, пікір қалдырып, лүпіл басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз, құрметті тыңдарман.